Үйдің ішкі сыртқы қабырғаларын тұрғызуға арналған жеңіл жылы әрі экологиялық таза құрылыс материалы. Әңгіме газ бетоннан жасалған блок кірпіштер жайлы. Армысыздар, эфирде Майдан КЗ және түскіншісі Бақыт Топтаева. Алдағы бірнеше минуттың ішінде Астанада газ блоктарының қалай жасалатынын көрсетеміз. Бүгінде құрылыста кеңінен қолданылатын автоклавты кеуек бетон 1922 жылы Швейцарияда патенттелген. Алайда оған дейін чех инженері Гофман жеңіл әрі жылыстағыш қасиеті бар бетон құрамын ойластырған еді. Ол цемент, гипс, тұз қышқылдар қосып, кеуекті материал жасап шығарады. 1889 жылы патенттелген бетонның мұндай түрі Америка құрама штаттарында кеңінен қолданылып, бірте-бірте құрамы жетіле түседі. Қазіргі таңда құрылыста жиі пайдаланатын газ бетон кірпіштері құм, әк, цемент, гипс және алюминийден жасалады. Астаналық кәсіпорын қажетті шикізаттың барлығын Қазақстандағы карьерлерден алдырады. Яғни газ бетон блоктарының құрамындағы әрбір материал отандық өнім. Енді блок кірпіштерінің құйылу технологиясына тоқталсақ. Ең алдымен карьерден қоймаға жеткізілген шикізаттың сапасын тексеру керек. Яғни зауыттағы зертханашы құм сияқты сусымалы материалдың физикалық химиялық құрамының стандартқа сай келетініне көз жеткізеді. Бұдан кейін оны өндірісте қолдануға рұқсатын береді. Сапа стандартының тексерісінен өткен әк алып астауға салынады. Кесек-кесек әкті алдымен бір мәрте өңдеу керек. Сол үшін астаудан диірменге жіберіледі. Өндірістік диірмен әк тастарын үгітіп, қажетті көлемде түйіршіктейді. Ұсақталған материал өндірістік силос бөшкесіне жіберіледі. Осы кезде басқа қоймадағы құмда дәл осындай жолмен өңдеуден өтіп жатады. Содан кейін автоматты желінің көмегімен астауға салынады. Қажет болса, диірменде тартылған құмға су қосылады. Бұл жерде зауыт маманы процестің бәрін қадағалап отырады. Осылайша газ бетон құюға қажетті лайық құм құбырлар арқылы арнайы бункерге жөнелтіледі. Құю учаскесіндегі оператор құм, әк, алюминий, гипс материалдарының үлкен бункерде керек мөлшерде салынғанын қадағалайды. Мұның бәрі автоматтандырылған процестер. Десе де, оператор сол материалдардың бәрі мұқият араласқанына көз жеткізуі тиіс. Осы учаскеде араласқан шикізат 30 қалыпқа кезек-кезекпен құйылуы тиіс. Шикізат құйылмай жатып, зауыт жұмысшысы әр қалыпты майлап шығады. Бұл пештің ішінен шыққан соң құйма бетонның оңай алыну үшін керек. Дәл нан салғандағыдай. Міне алдын ала майланған қалыпқа қоймалжың шикізат құйылады. Айта кетерлігі, қалыптар жартысынан сәл асыра толтырылады. Осыдан дейін қалыптар арнайы камераға жөнеледі. Мұндағы температуралық режим 45-50 градус ыстық шамасында. Осы жерде қалыптар 180 минуттай тұрады. Бұл уақыт аралығында барлық қоспалары салынған шикізат ашыған қамыр сияқты қалыптың бетіне көтеріледі. 3 сағаттан кейін шикізат қалыптан алынып, алдын ала белгіленген өлшемге сәйкес кесіледі. Автоматты желі арқылы алдымен көлденеңнен 10, 20, 30 не 40 сантиметр қалыңдықта кесіліп шығады. Бұдан кейін келесі желіде тігінен кесіледі. Осылайша жартылай дайын болған өнім автоклав пешіне жіберіледі. Мұнда 10 сағаттан астам уақыт бойы тұрған блок кірпіштер әбден қаңғырлап келеді. Кепкен газ бетон блоктарын арнайы қондырғы бөліп шығады. Осы кезде мамандар дайын өнімнің сынамасын зертханаға жібереді. Мұнда маман материалдың физикалық химиялық қасиетін, салмағын, биологиялық өлшемін және беріктігін тексеріп шығады. Дайын газ блоктар алдымен қоймаға, ал қоймадан тапсырыс беруші компанияларға қапталып жіберіледі. Айта кетерлігі, зауыттың Батыс Қазақстанда және Өзбекстанда өкілдіктері бар. Ол жақтарда құрылысқа қажет газ бетон кірпіштері өндіріледі. Астаналық кәсіпорын тәулігіне осындай 700-ден астам газ бетон блоктарын шығарады. Жеңіл, берік, әрі экологиялық тұрғысынан таза. Қазақстанда газ бетон блоктары міне осылай жасалады. Ендеше отандық өндірісті қолдап өзімізде шыққан дүниені тұтынайық.